Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге ешқандай духовкасыз сковородкада дайын болатын пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші айранға жұмыртқа, қант, сүтті қосып жақсылап араластырамыз. Одан соң разрыхлитель мен ұнды алдын ала елеп алып, осылай қасықпен бірнеше бөліктерге бөліп отырып салып, бір келкетіп араластырамыз. Кейін біздің сковородканы кішкене қыздырып аламыз да сары маймен осылай жағып шығамыз. Кейін біздің қамырды сковородкаға құямыз. Одан соң бетін крышкамен жауып, жай отта 15 минутта пісіріп аламыз. 15 минут өтті. Осылай біздің қамырды ашып қарағанда қолымызға ешқандай жұқпайтын болуы қажет, яғни қамыр қатады. Одан соң оны осындай үлкен тарелкенің көмегімен біздің пирогты екінші жағына аударып аламыз. Аударып болған соң 5 минутқа тағы да крышкасын жауып пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын, ол өте жұмсақ болып шықты. Одан соң біз пропеткасын жасайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші пирогты осылай вилканың көмегімен тесіп шығамыз. Сосын барлық жеріне жақсылап сүтті осылай жағып шығамыз. Пропетканы толық жағып болғаннан кейін 5-10 минутқа кішкене тындырып қойыңыз. Кейін біздің пирогтың үстін қант ұнтағымен осылай әдемілеп әрлеп шықсаңыз болады. Бізде пирогымыз бар жоғы жарты сағатта дайын болды, өте оңай. Және де нәзік әрі тәтті болып шығады. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде дайындап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Және де каналға кіріп, басқа да рецептерді қарап шықсаңыз болады. Ас болсын!